Ал сәлем достар, сіздермен бірге Алихан Про. Енді біз бүгін Майнкрафттың тағы да 10 құпияларын көрсетеміз. Енді бұл 3-ші құпиясы, 50 құпияларын. Онда кеттік достар. Енді біз қазір 21-ші құпияға көшеміз. Міне, 21-ші құпия. 21-ші құпияда осындай армор стенд, иә. Егер сіз мынаған бассаңыз, тұра тұрыңыз. Иә, ол кішірейіп кетеді, қараңыздар. Мынаны өзгерсе болады. Мысалы, 10 десеңіз, қараңыздар. Міне, кішірейте береді. Давайте біз оны 1 деп көрейік. Міне, осылай ол кішірейе береді. Ал мынаған бассақ, осындай бірдеңке болады әйтеуір. Міне достар, осылай істесеңіз, онда ол кішкентай армор стендке айналып кетеді. Көрдіңіздер ме? Бірақ осындай қалай жасау керек екенін көрсетейін сіздерге. Міне, біз осындай заттарды аламыз, иә? Тұра тұрыңыз, дұрыс емес. Осыны аламай жатырмын. Болды, бирканы алып алдық. Осы бирканы біз мини стенд дегенге істейміз. Немесе любой, міне, любой ат қоямыз. Ал сосын мынандай команда жазамыз. Ал біз мини стенд деген орнына өзіміздің жазғанымызды қойып қоямыз. Осындай команда жазамыз. Сосын мынандай. И осыны бұлай рет-ретмен басып шықса, бізде осындай кішкентай армор стенд пайда болады. Қазір біз сізге көрсетейін. Міне. Ал енді істеп көрейік. Міне. Енді тағы да өзгертіп көрейік. 10 десе, мынандай шығады, қараңыздар. Енді мынаған басайық. Болды. Бізде енді тағы да кішкентай армор стенд пайда болды. Мынау кәдімгі армор стенд, анау кішкентай армор стенд. Иә, осындай бір керемет құпиясы Майнкрафттың. Бірақ бұны жасау қиын. Мен де өзім шатасым, сол үшін ютубтан көруге тура келіп бір құпияны. Жарайды. Енді келесі 22-ші құпияға көшейік. 22-ші құпияда мынау дұрыс емес. Бізге басқа зат керек. Міне, біз осындай секретный блок ала аламыз, егер осы команданы жазсақ. Міне, мысалы, сіз осылай істейсіз. Міне, осылай істесеңіз, ол жартылай толмайды, тек қана осылай тұра алады. Ал онда біз осы секретный блок жасасақ, ол жартылай лава болып тұрады. Өте керемет блок. Қазір соны көрсетейік. Лава, каудрон, мысалы, 5 деп көрейік. Міне, прозрачный бір түрлі лава шығады, ол не екенін түсінбедім. Сол үшін біз 10 дейміз. Блок. Лава каудрон. 10. Болды. Міне, бізде жартылай толған осындай қазан пайда болды. Осындай бір керемет құпия. Сіздер де өздеріңіз осындай блокты создавать етсеңіз болады. Бірақ оның бір минусы, егер сіз карта кіріп шықсаңыз, ол осындай болып кетеді. Жарайды. Егер, міне осындай келесі құпия. Қалай айтады ол? 23-ші құпия. Міне, выживание және творческий. Біз қазір биіктіктен құлағанда қалай тырғалу керек екенін көрсетейік. Ол үшін біз выживаниеге кіреміз, былай барамыз и осы лодканы қоямыз. Сосын осыған отырамыз. И осыдан түсу керек. Міне, біз урон аламыз, бірақ тырғаламыз. Осындай бір керемет құпиялардың бірі. Жарайды, енді творческийға қайтадан оралайық. Міне, осындай бір керемет құпиялардың бірі. Енді келесі 24-ші құпияға көшейік. 24-ші құпияда қалай осындай портал жасаса болатынын айтайын. Мына лишний заттар жоқ. Жарайды. Бізге ол үшін мынандай керек. Егер сіз просто былай жасасаңыз, білесіз, ол құлақ қалатын. Бұзылып қалатын, конечно. Құлақ қалатын деп. Мен дұрыс емес жасадым, достар, мен дұрыс емес. Былай жасаймыз. Және мыналарды бұзып тастайық. Былай. Және мынаны да солай қойып шығамыз. Енді осыларды қоямыз. Енді біз мынандай портал жасау үшін просто былай бұза салсақ, ол істемейді. Сол үшін біз былай жасаймыз, қараңыздар. Былай, мына жерге қоямыз. Мына жерге қоямыз.
мына жерге қоямыз. Болды. Енді біз бұза береміз. Осындай бір керемет құпиялардың бірі. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Ең қызық құпия. Бірақ бұл баг десе де болады, баг. Короче, осы баг. Бірақ құпия десе де болады, өйткені ол қызық. Міне. Біз осылай істей аламыз. Және ол портал істейді. Жарайды. Енді келесі 25-ші құпияға көшейік. Міне, 25-ші құпия. О жерде біз бұлай жасай аламыз. Қараңыз, ойбай, эмоция емес. Мен қайда кіріп кеттім? Эмоция емес, біз чатқа кіреміз, сосын бұлай фок собачка а push и сосын бұлай Майнкрафт двоеточие фок hell бұлай сосын любой сөз. Мысалы мен соп. Осылай жасаса қараңыздар. Бізде кәуітті осындай незердағы туман пайда болып кетеді. Міне осындай бір керемет құпия. Енді оны алып тастау үшін бізге жаңағы сөзді еске түсіру керек. Фок. Фок. Жатырыңыз, мен дұрыс емес жаздым. Фок. Собачка а remove. Енді жаңағы сөз сап. Болды. Міне осылай қалпына келеді. Осылай бір керемет 25-ші құпия. Енді біз келесі 26-ші құпияға көшейік. Егер сіз осындай команданы жазсақ, бұлай жасай аласыз. Екінші қолға осыны ұстап ала аласыз. Мысалы, бір қолға қылыш ұстап тұрып, мынаны бұлай кесе аласыз. Осындай бір керемет құпия. Бірақ егер сіз осы команды блоксыз қойсаңыз, ол істемейді. Осындай бір өте қызықты құпия. Осылай қалай жасау керекенін сіздерге қазір көрсетейін. Міне, бірінші бізге команды блок немесе чатқа жазу керек, оны команданы сразу. Жарайды. Біз қазір команды блок ала салайық. Give собачка p команд блок. Міне, осындай команды жазамыз. И біз бұлай соң қояйық та ішіне анадай команда жазамыз. Replace item entity. Біз бұлай ашып қояйық. Собачка p slot .weapon.offhand 1 сосын choose сондай кесетін болды. Біз осындай команданы жазамыз. И біз кнопканы қоя саламыз осы жерге. Міне. Болды, бізде дайын. Осылай істей аламыз енді. Қараңыздар. Ең керемет құпиялардың бірі. Екінші қолмен де кессе болады. Ал жарайды, онда келесі құпияға көшейік. Мына затты сала салайын сол жерге. Енді келесі 27-ші құпияға көшейік. Осындай бір арбалет, достар. Егер біз осындай команда жазып бұлай істесеңіз, осындай болады. Сізге ештеңке көрінбейді, бірақ онда сіз настройка кіріп, бұлай жасасаңыз, менің қолымда екі арбалет тұрған көресіз. Осындай, бірақ бір минусы, сіз біреуімен ғана аталасыз, бірақ осындай керемет екі қолда арбалет. Осылай оқтайсыз да, атасыз. Осындай бір ең керемет құпиялардың бірі. Енді мен қазір настройкадан қайтадан істесайын соны. Болды. Міне. Бізде осындай бір керемет құпия. Осы затты қалай жасау керекенін сіздерге көрсетейін. Ол үшін бізге команда блок немесе сразу оны чатқа жазса болады. Собачка p command блок. Біз осылай команда блокты аламыз да, ішіне мына команданы жазамыз. Replace item entity. Ойбай, мен дұрыс емес жазып жібердім. Replace item. Ойбай, item. Мынаны үлкейтіп қояйық. Entity, собачка p, slot of hand. И сосын crossbow. Міне, болды. Осындай бір команданы жазғаннан соң бізге кнопка керек. И сосын соң қоя саламыз. Shift-ті басып. И осыны алып тастаймыз да. Болды. Бізде екінші қолда енді арбалет бар. Осындай бір керемет құпиялардың бірі. Ал онда біз келесі құпияға көшейік.
жарайды. Бұл уже қойылмайды. Енді біз келесі 28-ші құпияға көшейік. Осындай 28-ші құпияда бізге мынандай команданы жазып алу керек бірінші, а то болмайды. Біз game rule осындай, сіз қазір көшіріп алыңыздар осын. Болды. Енді біз осын false дейміз. Өшіріп тастаймыз осы функцияны. И болды. Біз команда блок біз осы команда блокты істесек, күн тез өтеді, қараңыздар. Күн сіздердің көз алдарыңызда осылай өтеді. Қазір мына жерден түн шығады да былай айналып шығады, қараңыздар. Міне, енді мына жерде уже түн болды. Міне. Қазір енді күнге дейін күтейік. Осындай бір ең керемет құпиялардың бірі. Болды, өшіре салайық. Осылай қалай жасау керек екенін сіздерге қазір көрсетейік. Бізге осы команда блок керек. Time at 100 десе де болады. 100 десе ол тез қозғалады. Біз цикл дейміз. Және рычаг керек бізге. Рычагты біз shift-ті басып тұрып басып қоямыз. И болды. Бізде тура осындай новый команда блок. Міне, біз осылай күнді тез перемотать ете саламыз. Бірақ уақыт онымен өзгермейді, қараңыздар. Тек күн мен түн ғана ауысады. Болды. Енді біз келесі 29-ші құпияға көшейік. Бізде осындай керемет зат. Если біз былай түн қылсақ, сосын ай мынандай. Біз мына команда блокты басамыз и мынандай болып кетеді. Біз осылай айды өзгерте аламыз, қараңыздар. Міне, и былай. Сосын былай. Міне, осындай бір керемет құпия. Енді біз қайта күнге қояйық. Болды. Осылай қалай жасау керектігін сіздерге көрсетейін. Ол үшін бізге мына команда мен команда блокты алып аламыз. Міне, менде уже бар. Біз былай жасаймыз. Мына ішіне time at 24.000 деп жазамыз. Болды. Команда блок уже керек емес деген ойдам. Сосын біз қараңыздар не істеймін. Біз кнопка қойып. Кнопка мына жерде. Міне. Біз кнопканы қоямыз. Сосын түн қылайық. Міне. Айды өзгерту үшін біз былай істейміз. Қараңыздар. Міне, ай өзгеріп жатыр. Мынандай. Полнолуние. И сосын мынандай. Біз осылай өзгерте аламыз. Осылай бір керемет құпиялардың бірі. Жарайды. Енді біз мына кнопканы аласайық. Енді біз келесі 30-ші соңғы құпияға, өкінішке орай бұл бөлімде бонусты құпия болмайды. Енді біз осы құпияны сіздерге көрсетейік. Міне, біз осылай заттарды алып алайық. Егер сіз осымен жүрсеңіз, ақырын жүресіз. Себебі ол астында мынандай бар. Песок души. Осындай бір керемет құпиялардың бірі. Сіз осылай шештің астына, желтый ковер. Любой ковердің астына осылай қойсаңыз, сіз ақырын жүресіз. Осындай бір керемет құпия. Ал жарайды, достар. Лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазайық. Және осы құпияларды сіздер де тексеріп көріңіздер. Онда келесі бөлімде көршейік, достар. Көрсейік. Жарайды. Онда сау болыңыздар, достар.